Түркістан облысынан әскери есепте тұрған әскерилер Таразға әскери дайындықтан өту үшін арнайы келді. Бұл оқу жаттығуда 50-ге жуық запастағы офицерлер бір ай бойы әскери білімдері мен дағдыларын жетілдіреді. Оқу жаттығуды ұйымдастыру мен өткізуге оңтүстік өңірлік қолбасшылығының ұйымдастыру жұмылдыру бөлімінің өкілдері жауапты болмақ. Толығырақ әріптесім Фархат Қаумен тарқатсын. Өзге өңірден оқуға шақырылған запастағы офицерлерді оңтүстік өңірлік қолбасшылығының әскери оркестрі ерекше салтанатпен қарсы алды. Аталған оқу-жаттығу жиындары Жамбыл облысында бұрын өткізілген іс-шаралардан айтарлықтай ерекшеленеді. Аумақтық қорғаныс бригадасы ұйымдастырған бұл жаттығулар Жамбыл облысындағы ерекше маңызды объектілерді қорғау үшін әскери міндеттілердің біліктілігін арттыру мен тәжірибе алмасуға бағытталған, дейді жауапты маман. Бұл запастағы офицерлер біздің ауысуымыз. Оңтүстік әскерлер қолбасшылығы жауынгерлік мақсаттарын орындауға кеткен кезде бұлар біздің орнымызға келеді. Сондықтан олар әскери басқарма сабақтарын өтеді. Айта кетейік, запастағы офицерлердің әскери дайындықтан өтуі елдің қауіпсіздігі үшін аса маңызды болып есептеледі. Осындай арнайы оқу-жаттығулары олардың әскери білімдерін арттырып, дайындық деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Жаттығу аяқталғаннан кейін офицерлердің әскери билетіне арнайы жазбалар енгізіліп, офицерлерге жоғарғы әскери атақтар берілетін болмақ. Фархат Қаумен, Дина Мухаринова, Азамат Бескенов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.